135 mingге мынау ат сатылды. Только үйірде жүрген ат екен. 135 мingге сатылды. Соқылық мал базарда өспірімдердің ең алды болған ұшылғынан 180 мың сомға берілбей жатады. Есі 250 мың сом деп сұрап жатқаны. 200-ге шықты же. 200-ге бер деп сұрадатына. Асырына көрсет қойыншы. Өспірімдердің ең алды болған. Уже 200 мыңға шықтына. $200 мыңға дағы сатылбай тұрады. Құнанның бойы 1.60 бар. 1.60-ға бар екен. Биылғы құлын қарасы 36 мыңға сомға сатылды. Екені 33-тен деділе, беркісін алған жоқ тұрысын. Қарасын 36 мыңға кепкачамай көз алды. Тетігі портердегі байланып тұрған ат 240 мың сомға сатылды. Үстіне пайда беріп жатады. Ат негізі тазан жылқы келді. Ассаламу алейкум, жылқы көрмандары, урматтуу біздің каналдың катталуучулары. Туғандар, бүгін 29 сентябрь 2024 жыл. Чүй обласы, Соқылық районы, Соқылықтағы жаңы базар бізде туғандар. Соқылықтың қонақтар үшін ең соның жаңы базар түшті. Бұл 8 гектар жерге құрылды деп айтып жатышат. Азыр базардың иш жағына да кіргізем. Бұл чет жағына жылқыларды қойып тұр. Бұл жақта аттар тұрады. Біріншілі аттарды кейін тай негізі аралашып тұрады. Көбінчөсі ошолордун тартып бірден жеткірем. Так, мына бір данчак кіріп қалып тұр. Жашы қанша екенін білбеймін. Данчакты қанша деп білбедіңіз бе? Сұрадыңыз ба? Данчак кіріп тұр, бірақ басы белгісіз болып жатады. Қанша сұрағаны деле, так, хазайыны жоқ оқшайды. Мына көкті қанша дедіңіз? 150. Жашы қандай? 4 жаш. Жаңасы, басы 150 мың сом сұрадым. Бойы қанша ұрып қалады примерно? 156. Номеріңіз бар кіріс қойын? 0508 92 43. Директ басып қойсаңыз. Видеоның башындағы еле бірінші мұны темір көк ат болды. Жашы жаңасы екен 4 жашында. Көріңіздер. Азыр эми қалғанын дағы көрсетпеймін. Бұттары қаптыла көрінішін жандар. Шеп, бұны қанша дейді? 200 дей бе? Кеше сода болды бұл жақта. Кім мына жақта? Болды. Басы 170-ке берілбей жаттыр. Басы 200 мың сом сұрап жатқан басы туғандарына. Жашы кеше мен перегородный мал базарда тартқанымда 5 жаш бі 2 асы деген. Сұрап жатқан басы 200 дейді. Кеше видеода біле бар номерлері. Мұны көк бұшты екен. Бұны байкебіз тартпайлы қой дейді. Бірақ басын 130 мың сом сұраған. 130 мың сом сұрадым. Бере тұрған бағым 130 деді. 120-ға сода болған екен ертеменен. Бұл берілбей тұр. Бойы 1.55-ке барады. Жанарына чоңырақ атсыз дегендер болса, Алман авамдағы бір жақшы ат меніп көріп қалыптыр. Бой десе бой. 300 мың. Жашычы? Жаңасы бойы қанша Алман ава? 1.63. Басы 300 мың сом сұрады. Номеріңіз қандай ле? 0702 87 56 1.63. Улағы қандай шеп бұның? Қазан улаққа 1000 де барады. 1000 де бар, тоқтайды. Қазан улаққа. Қарағызмен жарыстыры өрсе болады. Қарағызмен гүліктейсіз ба? 3 километр бірге барады. 3 километр де барады екен. Көріңіздер. Басы 300 мың сом. Жана шет жақтан көріп жатқандар үшін мен долларды жана айтпай қалыппын. Доллар негізі бізде 84-тен болып жатады. Ошондо азыр 300 мың сом деп аты сұраған болса, 300 мыңды 84-ке бөлсеңіздер доллар шығады туғандар. Тору қанша екен?
Qancha? 800. 800 ming so'm bu. 800 ming so'm deydi to'ratda ko'ringizlar. Boyu dele 1.60 ga yaqin ekan. Ya bu qaysi buloqni ati? Ne degan ati? Ya. 800 ming deding hozir? Jo'q, bahosi qanchada? Negizgi realniy bahosi qancha? 600? Чынында эле 640 сом менен 600 миң сом бу? Болору. Болор бас 600 миң сом бу. Бою деле 1.60 жетип жетпеген бою бар экен, а? 800 миң сом дейт. Негизи 600 болор басы дейт. Негизи реальный эле айтып атам дейт го чода. Кыскасы мына 800 миңдик ат бизде биринчи жолу түшөт ат көрүп коюңуздар. Кандай ат экенин. Так, бул жакта дагы бир чабдар ат турат. Чабдар атты бир чалдырып коюнчу. Иним бери айдач, канча экен бул? 300 миң сом. Жашы кандай? Сиздикиби? Жок. Сиздики эмеспи? Болду. Алман абама карайт экен бул да 300 миң сом. Бою 1.60тан жогору экен. Но Алман абам азыр атын тартып номерин алдым го. Ошол абабызга карайт экен, мына аттагы. Ошол номерге байланышсаңыздар болот экен. Мына. Сурап жаткан баасы сиздерге айттым. Мына тор канча иним? 110 миң сом. Бул бышты беле? Бунан бе? Бунан баасы 110 миң сом. Номериң барбы? Башка экен экен. Мына баасы 110 миң сом сурап жатат. Бою деле 1.55тин тегереги 1.60га жетпей калса керек. Айке, сизге мына кара. Жок, Эсиники. Айке, канча деп атасыз баасын? 170. Жашы кандай? 5 жаш. 2 ас экен. Улагы барбы? Полный ход. Полный ход экен. Баасы 170 миң сом, 2 асы. Номериңиз барбы? Киргизип коюн YouTubeга. 708 0708 379 379 880. Байкап көрүңүздөр. Баасын Опа. Баасын 170 миң сом сурады, карат экен. Бою деле 1.60тын 1.60га барып калат негизи. Аябай деле чоң жылкы эмес бирок мына. Негизи мына полный ход улагы бар жылкы экен. Байке, мына көктү канча деп атасыз? Ойчу. Баасын канча деп атасыз? 180. Үйүрдөн келдиби? Ат 180 миң сом. Улактын аты экен өзү мына. Жоон жолуп болгон. Буттары таза экен. Жашы кандай бунун? 7 жаш болгондо 4 асы экен, э? 4 асы. 4 асы болуп калат. Номериңиз барбы? Киргизип коюн. Мына кара атта байкебизге чаласың, а? Болду. Ошол көк аттын дагы номерин бул байкебизге чалсаңыздар өкө бир эле хозяин окшойт. Жашы негизи 7 жаш дедим, мен 4 асы дедим да. Ошол жөнүндө жазып коюңуздар, негизи 7 жаш 4 асы болобу, же 3 асы болобу, ошону жазып коюңуздар го. Иним жашы кандай эле? 3 асы. 1-2 чу деп бастырып коюң. Полный ходдорду көрсөтүп. 3 асы бери кайтар. 3 асы яды экен, 6 жаштагы. Бул атта бир аз тартып кетти окшойт. Куртканы таштап көз тартып коюн. Болду. Бою канча бунун? 1.55. Баасычы? Баасы 200. Баасы 200 миң сом. Номериңиз кандай эле? 773 0773 90 90 60 81 бер бас дедим мына. Атка байкап көрүңүздөр. Аттын турган турпатын ошол. Бул жакта азыр үйүр менен кирген, негизи сонун белер кирген. Чоң бий алам десеңиз болсо, бунун ичинде да бул жакта да турат. Колунду белер асынын көбүнчөсү колунду белер киришкен. Бааларын тетиги баш жагынан сурабасак, азыр кыйкырсак угулбайт. Айка, канчадан болуптур баалар, билбедиңизби?
Алар ар кандай экен. Сатылгандары болдубу? Сатылгандары. Сатылгандары. Шептер канчадан сатылдат? Готовый. Мына кулунду бе, кулуну эркек окшойт. Кулунду бе? Бизге канчанда керек эле? Да, bir aydan ошо алып алыш керек, азыр алып жүрөм. Мына негизи чоң бийлер экен. Кара түстөгү бийлер. Бурадан канчада да сыкамыз? 130, 140. Кулундар эркекпи? Эркек ургач аралаш. Аралаш, 130-140 мына чоң бийлер тандап аласыздар. Бир номерди айтып коюңуз. 707 07 32 32 41 32 мына кулунду бийлер. Өзү отборный чоң бийлер экен. Үйүр менен эле айдап келиптир бул жагда. Мына. Анча-мынча соода кылып алгандар бар экен. Кулундар дагы чоң-чоң жылкылар экен мына. Мына көк бейин дагы өзү чоң экен. Өспүрүмбүз дегендер болсо, так мына жерде да бир өспүрүм турат. Өспүрүм. Канча экен мына өспүрүм? 180. 180. Кунан, а? Бою канча? 150 плюс бар экен. Баасы 180. Кунанбы жасы? Номер барбы киргизип коюн? Айт. 0708 0708 68 68 98 98 71. Мына кунан экен, үйрөтүп коюптур. Кунанды үйрөтүп коюштур мына алыстан көрүнгөндөгү. Так. Алыстан көрүнүшү. Мына, так. Эниче канча булар? 33. Эркекпи? Ургаччылар 32ден деди, 33ден деди окшойт могу. Быйылкы кулундар экен. Сеники канчандаларың? 35-38 дейт. Бунуку эркек экен да. Быйыл кулундар. Кулунду бийлер негизи отборный тандалган бийлер. Бул жака да келген экен, негизи аябай чоң-чоң кулунду бийлер экен. Шап канча башап келдиңиз? Кандайсыз? Ассаламу алейкум. Жакшысызбы? Канча башап келдиңиз? Азыр биякта калганы канча калды? Бир 7 калды окшойт. 6 калды. Эртең менен үйүр менен алып келдиңиз, жарым сатылды окшойт, а? Сатылды. Бийлердин бойлору канча? Эң чоңдору? Эми 60 плюс да койрам. 1.60-тан жогору, а? Кулундар да чоң, а булар, а? Бар жогу линиялысы жакшы кулунду бийлер деп байке жана айтып жаткан, азыр да сурап болду. Мына чоң бийлер кулундар да мондой экен. Булардын линиялары кандай болуп калды ушундай? Линиялары острый муздары булар. Мына бийлер острый деген, а? Жанагы 5-5те чалып жүргөн атактуу аттын бири, а? Прямо 10%. Ошонун бийлер, ошонун линиялары экен. Кулундары канча эркек ургачысы аралашпы? Баш эркек аралаш. Болду. Булардын ошондо бийлердин бойлору 1.60 плюстар, а? 1.60 плюс железный. Чыгып калат экен да. Байланышасыздар. Баалары кандай болуп атат, баалары? Баалары 180ден башталат да, кулун менен кошо болсо. Отдельно болсо да сүйлөшөбүз. Отдельно да сатылат экен, негизи кулунду менен болсо 180 миңден башталкы баалар экен да, чоң бийлер. Чоң бей дегендер болсо көрүңүздөр. Кимге ушундай чоң бей, тукум алам жагындай көбөйтөм дегендер болсо байланышасыздар. Номериңизди айтып коюңузбу? 703 0703 52 52 92 92 ошол номерге байланышыңыздар. Чоң отборный, чоң бей дегендер болсо мына кулундары дагы негизи чоң-чоң экен да. Бийлер дагы байкап көрүңүздөр. Базардын бул жак четинде дагы жылкылар турат, мына миңгеч. Байке канча сурадыңыз? Канча? 120. Кунан быштыбы? Кунан. Жазга бышты мына. Баасы 120 миң сом сурап жатат. Арзан жылкы издегенде болсо мына көрүңүздөр. Так, мына дагы азыркы жана 600 миңдик ат мына. 800 миңдик ат. Мына жана 800 деген атың беле? 800, а? 800 миң сураган атын ал жана. Так, бул жакта дагы азыр
Бир өспүрүм бар экен. Байкебиз жашы канча экенин сурап коеюн. Жашы кунан деп аттыңызбы? Кунанга толду. Минилген, Минилген. Баасы 120 сурап жатына. Бут колдору. Так. Ар жак алып алыңыз. 110го берилбептир. Баасы 120 сурады. Так, бою канчага барат? 50ге жетпей калат дейм. 150ге жетпей калат экен мына. Номеріңізді айта беріңіз. 0503 59 89 59. Мына ушул номерге байланышыңыздар. Кунанга толуп тур, 2 жаш. Бизде жаңы мал базарыбыздын так көрүнүшү ушундайча. Азыр негизи көбүнчө сол жакта жылкыны коюшуптур. Анан могу 2 навестин ичинде дагы жылкылар байланып турат. Көбүнчө эле сое турган пародиси жылкылар тетиги баш жагында бар экен. Мына биздин жаңы мал базарыбыз.